Ағылшын тілінде сөздер үйрену 10-шы сабақ. Осы сабақта біз киімдерге қатысты 30 жаңа сөзбен танысатын боламыз. Сонымен бастадық. Clothes деген сөз киімдерді білдіреді. Жалпы киім-кешекті ағылшын тілінде clothes деп атайды. Келесі сөз dress, көйлек дегенді білдіреді. Dress. Ал shirt деген сөз көйлек немесе жейде деп аударуға болады. Shirt. Футболканы ағылшын тілінде t-shirt деп атайды. T-shirt. Blouse деген кофта деген сөзді білдіреді. Бізде де бұл сөз қолданылады. Кейде кофталарды блузка деп те атайды. Blouse. Suit деген сөз костюм шалбар дегенді білдіреді. Suit. Tie, галстук. Belt, белдік. Trousers, шалбар. Ал Америка құрама штаттарында көбінде шалбарды trousers емес pants деп атайды. Pants. Jeans, джинсы. Jeans. Шортыды ағылшын тілінде shorts деп атайды. Келесі сөз skirt, юбка. Jacket, куртка деп аударуға болады. Яғни сырттан киетін жеңіл сыртқы киімдерді, курткаларды, ветровкаларды ағылшын тілінде jacket деп атайды. Келесі сөз қыстық сыртқы киімдерді, пальтоларды ағылшын тілінде coat деп атайды. Кардиган. Ал свитерді, тоқыма, жылы киімдерді ағылшын тілінде sweater дейді. Тағы да jumper деп те атайды, яғни жемпір, тоқыма деп қазақшаға аударсақ болады. Jumper. Cap деген кепка, cap. Ал жалпы қалпақты, бас киімдерді, шляпаларды ағылшын тілінде hat дейді. Hat. Қолғапты ағылшын тілінде glove деп атайды. Ал әр саусаққа киілмейтін қолғап түрін mitten дейді. Mitten. Келесі сөз scarf, шарф. Socks, шұлық. Tights, колготки. Ал жалпы аяқ киімдерді ағылшын тілінде shoes дейді. Қыстық аяқ киімдерді, бәтеңкелерді boots дейді. Ал спорттық аяқ киімдер, кроссовкаларды көбінде sport shoes, яғни спорттық аяқ киімдер немесе sneakers деп те атайды. Sneakers. Sandals деген жазғы аяқ киім, яғни бұл сөз қазақ тілінде де қолданылады. Сандали дейді. Slippers деген тәпішке. Slippers. Сонымен біз осы сабақта аяқ киімге қатысты 30 жаңа сөзбен таныстық. Олардың оқылу транскрипциясын көрдік және аудармасымен таныстық.